Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga maqtaulар bolsun. Пайғамбар алейхиссаламға салам салаваттар болсын. Бүгінгі темамыз баштардан мұрда Пайғамбар алейхиссаламдың бір хадисі менен тоқталам. Бүгінгі темамыз ата-енеге қызмат қылу, ата-енеге жақшылық қылу, ата-ененің разылчылығын табу. Пайғамбар алейхиссалам бір хадисінде мынтип айтат. Аллаға ең жақшы жақын амалдарды қайсылар, жаққан амалдар қайсылар дегенде, біріншісі Аллаға иман келтіру. Аллаға иман келтіру. Екіншісі өз уақытысында намаз оқу. Әрбір уақытта намазын кірген уақыттарды намаз оқу. Үшіншісі ата-енеге қызмат қылу. Төртіншісі Алла жолында жихадқа шығу. Біз ата-енеге қызмат қылу деген кішіне тоқталауыз. 97 жылдары енесі қарып қалған екен, үйде енесінің тұптарын қалап отырып қызмат қылып отырса, ене балам құлпынай жегін келіп отыр, құлпынай бар ғой деді. Қышта 97 жылы қышта құлпынай бар ғой деді. Бар ене жегіңіз келді десе, 3-4 дана болғанда жесем жақсы болады деп айтты дейді. Алып келемін дедім дағы дейді, ешке шығып, ол уақытта бардық сайыз жақсы болған бұл, шындай бір мүмкіншіліктер болған. Шығып тұр өле Москваға ұштым дейді самолет менен. Москваға барып, Москвадан 1 килограмм құлпынайды алып келдім дейді. Үйге алып келіп, енеме бердім. Енем 3-4 дана жеді дағы дейді, дуа қылды дейді. Сол дуа қылды, дуа қылған күнден баштап, дүйне мені ершіп қалды, арқамдан мені дүйне қуып қалды дейді. Бүгін күнде біз дүйнені қуып жетпей жүрөз ба? Ене дуа қылды дейді, шындай бір разы бол дуа қылды дейді. Дүйне шо күнден баштап мені қуып қалды дейді. Көрдіңіздер бі? Біз қайсыл жерлерден таппай жүрөз, бақытылы болушылықты қайсыл жерлерден іздеп таппай жүрөз. Бір жақшы жашашылықты ар біріміздің өзіміздің үйімізде тұрады бұл нәрселердің бардығы. Атаның разычылығы, Алланың разычылығы атаның разычылығында тұрады деп айтады. Атаң разы болады, анан Құда разы болады дейді. Атаң наразы, екі дүйнеде ойлы қойғын, Алланы разы қыламын деп, Алла разы болбайды дейді. Ата бейіштің ешіктерден болған бір ешіктің ешігі дейді. Ешігі. Ене оның içi. Ата ене бір бейіштің болған бір ешіктерден бір ешігі. Қаласаң қызматын қыл бейіш ешігіңді ашып ал. Қаласаң қызматын қылбай ата енеңді наразы қылып бейіштің ешіктеріне жауап алғын. Ол өзіңнің қолыңда деп айтады. Қазақстанда бір чоң дамылалар өткен. Сол дамыланың бірі Фазил Қары деген. Бұл дүйнеге атағы шыққан дамылалардың бірі, алымдардың бірі. Сол кіші жаш уақытысында айтып өтеді. Айтады, мен бір жерде іштеймін дейді, машинам бар дейді. Күнде іштен келгенімде қарыған атам бар дейді. Атамның ақылы кішіне тайып қалды дейді, ақылы айнып қалды дейді. Алым айтады. Күнде іштен келгенде, балам мен өзім үйіме ал барып қойсам, мен өзім үйіме ал барып қой, деп дейді, менен сұранады дейді. Мақұл ал барып қойын деп дейді, машинасыға отырғызып, не қылады? Шарды бір қатар айландырып келіп, өзінің үйге қайта алып кіріп қояды дейді. Бәрібір өзің үйің жақсы да деп, не қылып үйге кіріп кете береді дейді. Күнде шул ахуал дейді. Күндердің бірде 91 жылға жақындап, заман бұзылышқа жақындап дейді, заман қиыншылық болды, машинамды сатып бердім дейді.
İştahı жоғалды дейді. Атам күнде janjal qiladi дейді. Ne? Meni özümden uyuma alып barып qo'y deb дейді. Күніге janjal qiladi дейді. Машинам жоқ. Араваға жақшылап көрпөчөлөр саламдағы дейді. Бақтың ішін айландырып, 2-3 жол айландырып, үйге алып келіп жүрсем, бәрібір өзің үйің жақсы да деп дейді, үйге кіріп кетеді дейді. Bir күні шул іштерді қылып жүргенде bir күні, балам тоқта дейді, мен саңа bir дуа қыламын дейді. Дуа берді дейді. Аллахым, senin arkandan dünyanın padişalarını ne kılsın dedi. Senin arkandan koşturup жүрсün деп dua kıldı dedi. Men oyladım, bu karıgan alжып kalgan şal ayta berет de, kantöyle meni dünyanın padişaları arkamdan basıp kalsın деп deydi. Oylap koydum deydi. Atam öttü, zaman жақсы oldu. Bir күндөрүндө İslam Karimov Özbekistan'dan bir жақсы болған bir açılışlarga İslam Karimov aldı da жүріңіздер deydi, meni de ne kıldı deydi, aldı da alıp жүрдü deydi. Aldı da basыңыз, siz aldı da basыңız деп deydi, aldı da alıp жүрдü deydi. Karasam, arkamda dünya padişaları arkamda basıp kelattır deydi. Men ыйлап атам deydi, basıp кетіп атам, bir ыйлап атам deydi. Бирөө келіп, bey, siz nege ыйлайсыз, dünyanın padişaları arkanızdan келіп атат деп не кылды deydi. Айтты да, men ne dedim? Men buga ыйлаган жокмун. Men күндөрдүн bir күндө bir сүйлөнгөн дуа үчүн бул жинди да бул дуа берип кое берет деп ойлодум эде. Алла атамдын дуасын кабыл кылыптыр. Мына бүгүн мен дүнүйө падышаларынын алдында басып кетип атам деп дейт. Дуа кабыл болду.